Адамның ең басты байлығы денсаулық екенін бәріміз жақсы білеміз. Денсау адам табиғаттың ең қымбат жемісі. Осы орайда біз сіздерге маңызды мүшелеріміздің бірі көз туралы айтқымыз келіп отыр. Видеоны соңына дейін қарап арнамызға тіркеліп кетіңіздер. Көз адамдардың айналадағы нәрселерді көруіне мүмкіндік беретін энергиясы. Көру мүшесі арқылы біз қоршаған әлемді танимыз. Темекіден бас тартып, компьютерлердің алдында ұзақ уақыт отырмаудың өзі көзімізді көптеген аурулардан сақтап қалады. Және күн көзіне қарсы киетін көзілдірігімізді міндетті түрде тексеріп алуымыз керек. Өйткені оның да кері әсері көп. Ал ең бастысы дұрыс тамақтануымыз қажет. Назарларыңызға көз күтіміне пайдалы тағамдарды ұсынамыз. Сәбіз түрлі дәрумендердің қайнар көзі. Әсіресе А дәрумендерінің арқасында көздің көру қабілетін жақсартуға болады. Аптасына 3-4 рет сәбіз салатын жеу қажет. Сәбізді үкіштен өткізіп, қаймақпен немесе кілегеймен араластырып, тіпті оларды қосып бұқтырма жасауға болады. Қара жидек В1 және С дәрумендеріне бай. Оның құрамында лютеин көру қабілетін жақсартып, көздің шаршауын басады. Сондықтан да қара жидектен жасалған тосапты көбірек жеуге тырысыңыздар. Қара шоколад көздің қан тамырларын сақтап, мүйізге қабығын қайнатады. Сонымен қатар көздің шаршауын басып, нұрландыруға да ықпал етеді. Саумалдық көзге ең пайдалы тағамдардың тобына кіреді. Үнемі саумалдық жеп жүретіндер көз ауруларынан сақтанады, әрі көздері қырағы келеді. Ірімшік В2 дәруменіне бай. Оның құрамында рибофлавин зат алмасу жақсартып, көздің алмасын нұрландырады. Ал В12 дәрумені көздің қанмен қамтамасыз етілуін бақылап, көру қабілетінің жақсаруына септігін тигізеді. Асқабақ С, А, В1 және В2 дәрумендеріне бай және құрамында лютеин мен зеаксантин бар. Оның бойындағы мырыш көз ауруларынан қорғап, жанарыңызды жасартатын қасиетке ие. Асқабақтан түрлі тағамдар әзірлеуге болады. Оны қалай қолдансаңыз да өз құнарлы мен пайдалы заттарын жоғалтпайды. Жемістер көзге ғана емес, бүкіл ағзаңызға пайдалы. Күніне кем дегенде 2-3 түрлі жеміс жеуді әдетке айналдырыңыз. Соның ішінде ерекше киви, жүзім, апельсин, шабдалы, папаяны ерекше атап өтуге болады. Жұмыртқаның да көздің саулығына тигізер пайдасы орасан. Оның құрамында көзді су қараңғылықтан сақтайтын күкірт, лютеин мен амин қышқылы бар. Тауық жұмыртқасына қарағанда бөдене жұмыртқасының құрамында бағалы заттар баршылық. Көзді құрғап кетуден сақтайды. А, В1 және В2 дәрумендері мен темір және мысты да табуға болады. Сондықтан да жанарыңыздың саулығын ойласаңыз, жұмыртқаны көбірек тұтыныңыз. Пияз бен сарымсақты кез келген тамаққа қолдана беріңіз. Оның пайдалы құрамының арқасында көздің қору қабілеті жақсарып, алысты да жақынды да жақсы көретін болады. Егер осы видео ұнаса, арнамызға жазылып пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Әрбір пікір біз үшін маңызды. Сіздермен бірге әлем арнасы.